Сәлем баршаға. Бүгін сіздерге көпшіліктің сүйсініп жейтін молочная девочка тортының рецептін ұсынбақпын. Өте дәмді әрі нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқа және де 1 банка сгущенканы жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне еріген сармай салып, тағы да миксерлейміз. Үстіне ұнды ситодан өткізіп қосамыз және де разрыхлитель салып, біркелкі массаға айналғанша жақсылап миксерлейміз. Бисквит қамыры осымен дайын. Енді пергамент қағазына диаметрі 22 сантиметрлік форманы қойып, 2-2,5 ас қасықтан бисквиттің қамырын салып шығамыз. Бисквит қамыры 6 коржға есептелген. Бірден теңде 6 бөлікке бөліп алғандарыңыз дұрыс. Қасықпен қамырымызды осылай біркелкі етіп жағып шығамыз. Егерде тегіс болмай қалған жағдайда осындай арнайы кондитерлік тегістегіш құралдың көмегімен видеода көрсетілгендей біркелкі етіп шықсаңыз болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста әр коржыды 4-5 минут шамасында пісіріп дайындап аламыз. Бисквит осылай сарғыш болып шығады. Пергамент қағазына міндетті түрде суығаннан кейін бірақ аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде 35% сливки керек. Сливкиді миксермен кішкене шайқап аламыз. Үстіне творожный сыр және де сахарная пудра қосып, біркелкі қою массаға айналғанша жақсылап миксерлейміз. Шамамен 5 минуттай уақыт. Тым қатты миксерлеп жіберуге де болмайды, қайтадан сұйық күйіне келіп қалуы мүмкін, сол үшін қарап тұру керек. Ең бастысы қою, яғни өзін ұстап тұратындай болуы керек. Енді тортты жинаймыз. Торт жылжып кетпес үшін осылай астына кішкене ғана крем жағып қоюға болады. Енді бисквитті қойып, үстіне форманы келгіземіз. Тортты формада жинаған дұрыс, себебі тортыңыз түзу, жаңағыдай қисаймай әдемі болып шығады. Үстіне кремді жағып, біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Келесі корждан бастап, мен бисквиттерді теріс бетімен қойып шықтым, себебі торттың түзу болып шығуына әсер етеді. Қалған 6 корждың бәрін осылай ретімен жинап шығамыз. Ең соңғы коржды қойғаннан кейін үстіне кішкене ғана крем жағып, бетін жауып, дәл осылай формамен минимум 1 сағаттай уақыт тоңазытқышта ұстаймыз. Егерде осылай жасасақ, обтяжкадан соң, яғни тортты қаптағаннан кейін бізде трещина пайда болмайды. Арада 1 сағат уақыт өткеннен кейін тортымызды холодильниктен шығарып, формамен бисквиттің арасын осылай пышақпен бөліп аламыз. Сол кезде формадан тортымыз оңай ажырайды. Енді торттың сыртын қаптаймыз. Көрсетілген креміміз толықтай тортты қаптауға жетеді. Кондитерлік мешоктың көмегімен кремді айналдыра жағып шығып, осылай лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Лопатканы әр айналдырған сайын кремнен тазалап отыру керек. Үстіңгі бетіне де дәл солай крем жағып, лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Торттың бетін вафельная крошкамен қаптайтын болғандықтан мен тортты тегістеуге көп уақытымды бөлген жоқпын. Вафельная крошка арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады, немесе қолдан дайындауға да болады. Менің каналымда рецептісі шығады, мен өзім қолдан дайындадым. Сәндеу жағы жалпы өз еркілеріңізде, міндетті түрде вафельная крошка қолдану шарт емес. Осымен біздің тортымыз дайын болды. Бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы.